ешқашан сізге біз ұялуға болмайды екен, үмітімізді үзуге болмайды екен. Мына бір оқиға бар ғой, бір кісі 99 адамды өлтіріп қояды. Сөйтіп, сол жасаған күнәларымен өкініп, бір имамның алдына келді. Мен осындай бір жасаған күнәларым бар, 99 адамды өлтіріп қойдым. Алла Тағала мені кешіре ме деген кезде, сендей күнәһар адамның Алла күнәсін кешірмейді. Сонда ондай болса, сен бола салса адамның жүрегі ешқашан адамды алдамайды. Содан бір ұстаздың атын естіп, сол ұстазға барады, атын айтады. Сөйтіп жолығып айтады, ұстаз есік артынан келіп еді. Менің жасым бар. Ана төленше деген кісіге барып едім. Ол менің күнәмді кешірмейді, күнәлі айтқаннан кейін қатты ақылданып кетіп өзін ұстай алмайды. Оны да соққыға жеп өлтіріп қойып Алланың иесі өте кең. Алла сені кешіреді, бірақ сен дейді мына жоғалтқан екеніне қайтып басқа жаққа көшіп кеткен. Басқа жаққа кетіп, сол жақсы адамдар үміттеніп жақындатыр, сол жақсылықпен сен де жақсылыққа жетесің деп, сол басқа бағытқа үмітін құрады. Ана кісі қатты қуанып, шынында жүрегінде тәубе қылып, сол жақсы адамдар үмітін кетіп баратқан кезде сонда уағыз айтып жатыр да. жәннаттың періштелері келіп, екеуі ана жердегі жатқан мәйітке қаласады. Отардың періштелер айтады, біз бұны досақ алып кетеміз. Сенге қамайсың ба бүгінде? Жәннаттың періштелері айтады, бұл тәубе жасап кетіп баратын адам Алла бұны кешіреді. Сауырмаса қала береді ғой. Сонда Алла Тағала Жетені қоңға келген. Келді бар. Таблетка. Келді бар. адамның қанында егер жақсылыққа қарай бір қадам жақын жатса, ол жәннат. Егер жамандыққа қарай бір қадам жақын жатса, оны ол доғат дейді. Алла Тағала бұйрық беріп, мына құлды сайлы жер тегістеліп, әлгі адамның бір табаны ғана жақсылыққа қарап жүрген екен. Алла Тағала оның барша қадерін етіп жәннатқа кіргізеді. Сол сөйлеп құрметті көрсеткен біз әлі күнге дейін өзіміз өзгере алмай жүрген болсақ, онда біз айналып, біз араласып жүрген ортамызды өзгертуіміз керек. Себебі адамның күнә жасауына, адамның жамандығына түсуіне бірінші себеп болатын оның қоршаған ортасы. Сізді қоршаған ортаңыз жақсы ақуатта жүрген, Құдайдан қорқатын адамдар болса, сізде жақсылықта жүресіз. Ал енді сізбен бізді қоршаған адамдар тек қана күнәске, жамандыққа сүйрейтін болса, онда біз де солармен бірге кете береді екенбіз. Біздің ұстаздарымызда өте мынандай бір жақсы сөз бар. Жамандардың ішінде жақсысы болғанша, жақсылардың ішінде жаманы болғанын дұрыс дейді. Өйткені әйтеуір жақсылармен жүріп бір жақсылыққа жетесің, ең соңында жүрсеңде, солардың бір шарапатынан сеңдетіп бір жерге ілінесің дейді. Міне құрметті көпшілік. Алла Тағала сізге бізге өмір берді, денсаулық берді. Осы берген Алла Тағаланың нығметтеріне біз айықты деңгейде шүкір етуіміз керек. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады ғой, қияметте адам баладан Алла Тағаладан сұрайды. Бірінші сұрағы намазымыздың есебін алады екен. Намаз 5 уақыт күнделікті. Ол тек қана мешіттің молдаларына және де фарқы жасқа жеткен қарияларға таратылған жоқ Алла. Әрбір балиғат жасқа жеткен мұсылман ер мен мұсылман әйел үшін маңдайын сәждеге қойып құлшылық қылу. Ертең қияметте біз осының иншалла жемісін көретін боламыз. Енді пайғамбарымыздың қайнатасы Абу Бакр Сиддиқ радиаллаху анху айтқандай, көпшілікке уағыз айтсаң, оны соза берме, себебі адамдар оның бәрін есте сақтап қала алмайды дейді. Осы айтылған қысқа ғана уағызымыз қабыл етсек, еңбекте сөзсіз бұның жемісін жейміз. Енді уағыздың соңында мына бір сөз айта өтейінші. Лұқман Хаким деген өткен ғалым кісі болған. Осы кісі өзінің бір сөзінде былай деген екен. Мына өмірде дейді, 4 нәрсеге әрқашан сақ болыңдар дейді. Бұл біздің өмірімізге өте керек нәрселер екен ғой. 2 нәрсені тез ұмытып, 2 нәрсені ешқашан ұмытпаңдар деген екен. Сонда сақтанатын сөздердің бірі сіз айтады. Сен намазға тұрып, Аллаху акбар деп тәкбірлағаннан кейінгі ойыңа сақ бол. Сенің тілің Құран оқып, дене мүшең рүку сәжде жасағанымен, мына ойыңда мал мүлік тұрса, дүние ойлап тұрса, ол құлдық емес дейді. Екінші сақтанатын нәрсе, сені бір кісі үйіне қонаққа шақыратын болса, онда 2 көзіңе сақ бол,
ол үйге соқыр болып кіріп, мылқау болып шықтыңызды, ол үйдің кемшілігін айтушы, дастарханның кемшілігін айтушы болмады. Үшінші сақтанатын нәрсе, саған сөйлеуді мүмкіндік берсе, жақсы сөз сөйле, немесе үсті отырғаның сен үшін жақсы себебі 10 күннің 9-ы біздің тілімізден болады екен. Және де сақтанатын нәрсе, алдыңа ас алып келсе, өңге жеген сақ бол. Өзің тойсаң да, өзің тоймай жіберме, себебі қатты тамақты қойып жүру адамды тек ауруға алып келеді. Екі нәрсенің кезі ұмыт, біреуге істеген жақсылығыңды, біреуге саған істеген жамандығыңды. Және екі нәрсені ешқашан ұмытпа дейді, Алланың ұлық екені, намаз уақыттарды, намазыңды босатпаса қылма. Екінші ұмытпайтын нәрсе, мәуіт бір күні қайтып тағдырына кететініңді ұмытпа дейді. Қадірмен жамағат, сізбен біз мәңгі өмір жасамаймыз. Қазір біз 2024 жылда отырмыз. Осы 2024-ті 100 жыл артқа айналдыратын болсақ, 100 жыл бұрын мына жерде ешқайсымыз болмады. Тіпті мынау зәулім ғимаратта болған жоқ. Енді осы 2024-ті алға қарап айналдыратын болсақ, 100 жылдан кейін мына жерде отырған ешқайсымыз қалмаймыз. Бәріміз Раббымыздың хұзурына қайтатынымыз анық нәрсе. Алла разы болсын. Осы айтылған насихатқа амалдарды Алла Тағала баршамызға бұйыртсын. Енді рұқсат болса,